Сәлем достар, бүгін сіздермен манты жартылай фабрикаттарды қалай дайындау жолдарын бөлісетін боламын. Алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында су, сұйық май, жұмыртқа, ұн және тұз қажет болады. Мен миксердің көмегімен илейтін боламын. Барлығын осылай салып аламыз. Ұнға сұйық май, жұмыртқа, тұз және жылы суды және осылай миксердің көмегімен илеп аламыз. Қолмен де илеуге болады. Қамыр өте қатты болып шығады. Сол себепті иін толықтай қандыруымыз қажет. Біріктіріп аламыз. Қамыр өте қатты болады. Сол үшін 10-15 минуттай салафан мешокқа салып тындырып қоямыз. Қамырымыз 15 минуттай тынып тұрды. Енді осы қамырды 3-ке бөлеміз. Осылай дөңгелектеп алып, әрбір бөлігіне бір ас қасықтан сұйық май құйып, оны барлығын жан-жағына жағамыз. Және жаңағы салафан пакетімізге қайта салып, 1 сағат осылай тындырып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз жаюға өте ыңғайлы болады. Және мұздатқышта сақтаған кезде, оны пісіргенде ешқандай да жарылмайды. Осылай 1 сағат қоямыз, ал кезекте біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, жуа, блендермен өткізіп алдым, пияздың барлығын. Және құйрық майды 200 граммдай саламыз, тұз, бұрыш. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Барлық мөлшерін төмендегі описанияда қалдыратын боламын. Фаршымызды жақсылап араластырамыз. Тұз және бұрыш барлығына біркелкі етіп сіңуі қажет. 1 сағат уақыт өтті. Енді қамырымызды осылай жаямыз. Өте ыңғайлы, жаюға да өте ыңғайлы қамыр шығады. Эластичный болып шығады. Енді осылай жайып аламыз. Арасына ұнды себеміз керек мөлшерде. Мінекей қамырымыз дайын, жайып болдық барлығын. Енді осылай дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Жинап бір бөліп аламыз ортасынан. Енді осылай бірінің үстіне бірін қойып, мантының формасына келтіріп, 4 бұрыштап, тағы да барлығын бөліп аламыз. Бұл бізде уақытты да үнемдейді. Салмасын әр мантыға 30 граммнан бөліп саламыз. Және түйуін қарапайым түрде үйреншікті әдіспен осылай түйеміз. Мінекей мантыларымыз барлығы дайын. Енді осылай тегістеп бір ыдысқа орналастырамыз. Менде арнайы ыдысы жоқ, сол себепті мен осылай противинді пайдаланамын. Бетін жабамыз пищевой пленкамен немесе салафан мешокпен. Және мұздатқышта
2-3 сағат қатырып аламыз. Қатқан мантыларымызды салафан мешокқа осылай жинап аламыз және осы күйінде мұздатқышта 3 айдың көлемінде сақтауға болады. Кез келген уақытта осылай мұздатқыштан шыққан бойында манты пісіретін арнайы ыдысқа салып пісіріп аламыз. Ешқандай да жарылмайды мантыларымыз және астыда жабыспайды. Осылай болып піседі. Және ең бастысы өте дәмді болып шығады. Достар, егер видео ұнап жатса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!